Оңғарбай Дәулетбайұлы. Қарғыс. Жасы 80-нен асса да, тік жүріп, ширақ қимылдайтын Жәнібек Шоқан таң намазын оқуға қамданып, дәрет алуға шыққанда сұлулық тұнып тұрған айналаға көз суарып, сәрінің қоңыр салқын саф ауасымен тыныстап, бой сергітейін дегендей асықпай бөгіліп, төңірекке шола қарап көз тастады. Несін айтасың, шөбі шүйгін, суы балғой шұңқыр көлдің деп күбірледі ол айналаға сұқтана қарап. Жалпы адамзат жаратылғалы, оның ішінде біздің халқымыздың бір жерден табан аудармай отырған кезі бар ма екен? Әй, жоқ шығар. Бұрынғыларды айтпағанда адай келім берді Тобыш Бегейдің бір бұтаға, шөменнен тараған Жәнібек Шоқанның ауылы осы шұңқыр көлге табан тірегенге дейін Маңғыстаудың ойы мен қырын ен жайлаған ауылдардың бір емес пе еді? 1869 жылы түбекке сұғына енген отарлаушылардың озбырлығы шектен шығып, айрандай үйі отырған ауылдың тоз-тозын шығарған жоқ па? Келімсек отарлаушылардың бассыздықтарына тойтарыс беру мақсатында Шыбын атаның екі баласы Ертарымен сатып алды. Ертарының баласы Сағырбай атқа қонып еді ау. Олардың ойын құптап қасына жиылған жігіттер қапысын тауып, екі офицерді өлтіріп, 40 жауынгердің мылтықтарын тартып алғаннан кейін іс әбден ушықты. Енді отарлаушылар қазақты зеңбірекпен қыруға қарады. Жан сауғалаған Шыбын атаның ұрпақтары тоз-тоз болып босып, алды қырғыз асты, Сағырбайдың ауылы Иранға бет түзеді. Қалған ауылдар бытырап түрікмен, өзбек, қарақалпақ жерлеріне кетті. Бұрын жердің жағдайына, малдың ыңғайына қарай Бозашы, Кәрі Каспий жағалауын жайлап, Ақкетік, Шиланды, Шағырлы, Төңірек, Шың, Жем, Сағызды қоныстанатын Жәнібек Шоқан ауылы сол зобалаңның салдарынан шұңқыр көлге орналасты. Бұл жердің қары қалың, суығы қатты, қысы ұзақ болғанымен көктемі ерекше. Қалың қар еріп, жерге сіңіп кетуден қаулай шыққан көк санаулы күнде белуарға келеді. Жарықтық. Жабай аңқұс жыртылып айырылады. Өзгесін айтпағаның өзінде қояндары уызға жарып, көк шөпке тойып семірген марқа қозыдай. Осы сәтте аспан төрінде қанаттарын баяу қағып, әсем әуенді сызылдан детіп, тізбектелі ұшып бара жатқан аққуларға назар ауды. Аққу, киелі құс деген сөз расау. Өздері жаз бойы емін еркін жүзіп, әсем әуенмен әлдилеп балапандарын қанаттандырған айдын көлмен қимай қоштасып бара жатқанын қараш. Жалғыз шұңқыр көл емес, сам жерінің киесімен құдіреті ерекше. Бұл жер қанша жапқыншылықты бастан кешірді. Сонда да өмір жалғасып жатыр. Қанша бұлғақ заман келіп, бүлгіншілік өтсе де қайтадан береке бірлік нығайып, байлық дегенің теңіздей шалқыды. Бұл жерде шексіз құдірет пен киенің бары рас. Құдіретті мойындап, киені қашырмасақ бұл жерден, бұл елден ешқашан берекет үзілмейді. Осындай ойларға шомып, кем-кемнен бұлдырап, ұзап бара жатқан аққулар тізбегіне көз тігіп тұрған Жәнібек Шоқанның есіне осы өңірдің топырағына араласып кеткен ата-бабалары, әкесі, екі інісі түскен кезде жанары еріксіз дымқылданып көзінен жас ыршып кетті. Бір адам қатты болса, сол мен едім. 80 жастың сеңгіріне шыққанымда жүйкем жібіп, көңілім әбден босай бастаған екен. Көзімнің сорасы ағып тұрған қазіргі хәлімді біреулер байқап қалмаса жарар еді. Жәнібек Шоқан сырт айнала беріп, көз жасын құрғатып сүртумен болды. Көз жасы кептау, бірақ бойын билеген қалың ойлар дәрет алып отырғанында да, таң намаз оқып тұрғанда да серпілген жоқ. Өткен күндер көз алдынан тізбектеліп өтіп жатты. Ербегейдің қос аяғының шөменнен дүреген ұрпақтардың бірі Кенетбай жарықтықтан өмірге 3 ұл келді. Оларға Тыныбек, Шыныбек, Жәнібек деп есім берген иманды болғыр әкесі Кенетбайдың өзі. Елге жаппай келген шешектен үлкен 2 ұлы қайтыс болғанда, ауыр қайғыға назаланған Кенетбай елдің бетке ұстар игі жақсылары мен ағайын тумасын жиып, садақа беріп, сол жиында кенже ұлы Жәнібектің есімін өзгертіп, Шоқан деп атайтынын жариялады. Әкесі ырымдап ұйқас аттан қашса да, ұлының бұрынғы аты енді жаңа есіммен қосарланып аталатын болды.
Кешегі Жәнібек енді Жәнібек Шоқан болып шыға келді. Әкенің ырымшылдығы сеп болды ма, әлде Алланың қалауы солай болды ма? Жәнібек Шоқан ауыл шешектен жаппай қырылған кезде ажал құрығына ілінбей аман қалды. Өмірден ерте кеткен ұлдарының есесі толсын деп, артымда қалатын ұрпағым өссін деген оймен, әкесі маңдайына біткен мал дәулеттің арқасында Жәнібек Шоқанды 3 рет үйлендіріп, Ардақ, Меңді Бике, Аймекен есімді 3 келін түсірді. Ардақтан Құдайберген, Меңді Бикеден Бек, Бәшен, Атажан, Таған, Аймекеннен Сар есімді 6 немере сүйгеннен кейін жапырағым жайылғанын көрдім. Құдайға енді өкпем жоқ деп, Кенітбай бақилыққа өкінішсіз аттанды. Иманды болғыр әке Кенітбай отбасында ата-бабалар жайлы әңгіме айтудан жалықпайтын. Әңгіме түбата адайдан басталып, Бегей батырға жеткенде арнасы кеңейіп, ағыны арынды өзендей жайылып сала беретін. Адай атамыз қасиет қонған, ерен ерлік дарыған тұлға болған. Сол атамыздың ұрпақтарда осал болмапты. Олардың арасында Бегей атамыздың ерлігіне ел тәнті болған анық. Анық болмаса ел аузында белгілі ерден Бегей бар. Бек сауытты Бегей батыр деген сөздер жүре ме? Бұл атамыздың ерлігін дәріптеген әңгіме көп. Олардың біреуіне қайтайыншы. Бегей атамыздың заманда қазақтың қас жау жоңғарлар болды ғой. Сол жоңғарлармен Орбұлақ деген жерде 1643 жылы алапат шайқас болыпты. Жоңғарды күйрете жеңбей елге тыныштық болмайтын білген Жәңгір хан қазақ қолын соғыстың тың әдіс тәсілдеріне жаттықтырып, жеңіске жетуге ұмтылдырады. Самарқанд билеушісі Әлім Төртқарадан шыққан Жалаңтөс Баһадүр бастаған. Мұздай қаруланған қол Жәңгір ханның әскеріне көмекке келеді. Сол шайқаста 20 жасқа толар толмас шағында аруақты ер атанған Бегей атамыз қалмақтың абырой беделі ханмен тең қолбасшысын өлтіріп, ордасын бұзып, олжалаған айдай сұлу қызы мен ақбоз арғымақ атын қаруын қазақ ханына табыстап, атаға әбден дүрілдейді. Бірақ бұл ерлік өзіне сор болып жабысып, оны қалмақтар көз жазбай аңдайды. Бір күні қаннен қаперсіз келе жатқан Бегей батыр бабамыздың алдынан жалғыз атты қалмақ жауынгері шыға келіпті. Жасанған жаудан сескенбеген батыр, жалғыз атты қалмақтан қаймықсын ба? Бабамыз бүркіттің көзіндей өткір жанарын кездейсоқ тап болған қалмаққа қадап басын шауып түсіруге оңтайланып, ақ алмасты қынынан жарқ еткізіп суырып алып, шалт көтерген қолын сол мезетте сылқ төмен түсіріпті. Қолын төмен түсірмей қайтсын, қарсы алдында жаудың еркек емес, ақша беті үлбіреген қалмақ аруы тұр екен. Абдырап қалған батырдың осы сәтін аңдып тұрған қалмақтар тұтқиылдан тап береді. Жабылып, жанталасып жүріп Бегей батырдың басына тор лақтырып қолға түсіреді. Көп қалмақпен арыстанша арпалысып қарсыласқан батырды ата жау аяқ қолдарын байлап матап, зынданға тастайды. Өлтірмейді. Қалмақтың зымиян қолбасшысы батырдан тұқым алып қалуды ойлап, оның қойнына өзінің бой жетіп отырған айдай сұлу қызын салып, ол ұл туғаннан кейін Бегей батырдың басын алыпты. Атамыздың ұрығынан дүреп, қалмақ елінде қалған Жапалақ деген ұлдың жапырағы жайылған деген әңгіме бар. Зейін қойып тыңдап отырсыңдар ма, балаларым? Біз қарапайым көптің бір емес, кескекті ердің тұяғымыз. Несін айтайын, қарақтарым, аталар тегін емес еді ғой. Аруақты ер Бегейдің ұрпағының бірі біздің Қосаяқ атамыз маңдайына мол мал дәулет біткен кісі болған екен. Жарықтық дүниеге келгенде үлкен башпай қосарылып біткен нысаналы екен. Осы нышанына қарап аталар есімін Қосаяқ деп қойған дейді бұрынғы шалдардан қалған әңгіме. Тек дүниеге емес, мінезге де бай болса керек. Сондықтан балға үймелеген шыбындай төңірегінен ағайын туыс алыстамапты. Бір кемісі 50 жастан асқанға дейін некелеп алған әйелдер бала көтерілмей, ізім өшетін болды ма деп қатты қиналған екен. Бір күні Шопан атаның басына барып, зиярат етіп түнейді. Түнде анығы таң бозарып атып келе жатқан кезде бір қамшы, бір қылыш, ызыңдап ұшып жүрген бір қара шыбынды көреді. Ие Алла, тілегімді қабыл еткейсің. Көргенім түс болып қалмай оңын айналғай деп ойына сала мінәжат етеді. Кісіге қылдай қиянаты жоқ жанның тілегі қабыл болады деген рас екен. Сол зияраттан кейін Қосаяқ атамыздың әйелдері жүкті болып өмірге 3 ұл келеді. Бірінші ұлға Әлен, екінші ұлға Шөмен, үшінші ұлға Шыбын деп есім қояды. Дәулет пен перзеттің ерте кеші жоқ деген сөздің жаны бар.
Сол Қосаяқ атамыз көзі тірісінде әленнен 4, шөменнен 7, шыбыннан 2 немере сүйіп ақиретке аттаныпты. Біздің әулет сол Қосаяқ атамыздың шөмен есімді баласының бір бұтағы, шежіреге Адай, Келімберді, Тобыш, Бегей, Қосаяқ, Шөмен, Кентбай, Жәнібек, Шоқан болып еніп отырмыз. Құдай қаласа Жәнібек Шоқанның ұлдары Бек, Бәшен, Атажан, Тағандар, бұлардың өмірге келген ұрпақтар рулы елге айналады деп жалғастырушы еді әңгіме желісін. Кенітбай марқұм орынсыз көпіріп көп сөйлемейтін, мінезі салмақты жан еді. Отбасында осындай өнегөлі әңгімені айтып отырушы еді. Айтқан кезде кеудесі мақтанға толған аңғартып, жүзі нұрлана түсетін. Сөйткен қайран әке Кенітбай бір күні осы Жәнібек Шоқанды шақырып алып, қасына отырғызып тосын әңгіме бастады. Сен жалғызымсың. Екі ұлым, сенің 2 ағаң бұл жалғаншыны ерте тәрі кетіп, ақиретке аттанып кеткен еді шырағым. Менің тілейтінім сенің өмір жолың ұзақ болсын, өсіп-өніп жапырағың жайылсын. Ал талашқа аты мәлім батыр бабаң Бегей де, мал дүниеге бай болған Қосаяқ атаң да жалғаншыға ұстын болып қалған жоқ. Дәм тұзым таусылған күні мен де өмірден өтермін. Балам Шоқан халқымызда өлі жебемей тірі байымайды деген сөз бекер айтылмаған. Байқап отырған шығарсың, мен саған аманат жүктегелі отырым. Құдайдың бар екенін, өзіңнің жалғаншыға қонақ пенде екеніңді ұмытпа. Сенің дәулетің ешкімнен кем болмас. Байлыққа мастанып, асылық сөйлеме. Жұмысшыларыңның ақысын жеме, олардың еңбегін қадірле. Сосын пітір зекет беруді, ата-бабаларының рухын еске алып, садақаларын қаза қылмай беруді жадыңа тұт. Былай қарағанда қазір саған менің айтып отырғандарым екінің бірі білетін қарапайым сөздер болып сезіледі. Бірақ бұл сөздердің тамыры тереңде жатыр. Біз діні мен дәстүрі берік сабақтасқан, сол сабақтастықты сақтаумен Әнес сахабаның пір тұтып өсіп-өніп келе жатқан халықпыз. Әнес сахаба Мұхаммед пайғамбардың батасын алып өсіп-өнген әулеттің түп атасы. Түсініп отырсың ба балам? Өміріміздің өзегі бата. Бата орнына қарғыс салған кезде барлығы күл талқан болып күйреуі оп-оңай. Бата алғанның бағы жайнап, қарғыс алғанның бастаған ісі кері кетеді. Мен айтарымды айтып болдым. Баласына осылай аманат жүктеген әке жалғаншыда көп жүрмей бақилық қаттанды. Содан бері қанша жыл өтсе де Жәнібек Шоқан әке өсиетін қалтқысыз орындаған еді. Әкесі нұсқаған жолдан аумаған Жәнібек Шоқанның мал дәулеті абырой беделі өрлей берді. 53-ке қараған шағында 3 әйелінің үстіне табының оң жақта отырып 25-ке келіп қалған Тоты деген қызын алады. 4-ші үйленуінің тарихы тіпті қызық. Кейбір байларға тән көрсе қызар, әйел құмарлықта емес. Жолаушылап келе жатқан Жәнібек Шоқан құдықтан үлкен мес ыдыс толы суды құлаштап тартып, 2 шотар қойды жалғыз өзі суарып тұрған қызды көзі шалып қалып, атының басын тартып қасына келіп аялдайды. Кімнің қызысың? Есімің кім? Мына астауды маған бере тұрсың ба? Қой суарып болғаннан кейін қайтарам. Бейтаныс қызға осылай деп әдейі сауал қояды. Есімім Тоты, Табын ауылының қызымын. Өзім қой суарып тұрған астауды бере алмаймын. Анау тас төбенің басындағы тас астауды көріп тұрсыз ғой. Күшіңіз жетсе сол астауды алып, қойыңызды суарып болғаннан кейін орнына әкеліп қойсаңыз болады дейді де, месті құлаштап тартып алып, суды астауға лықылдатып құя береді. Жәнібек Шоқан төбе басына барып, сол жердегі құдықтың қасында жатқан тастан қашалып жасалған ұзын астауды айналып көріп шыққаннан кейін ойланады. Мен қызды сынап көрмекші болсам, ол мені сынайын деген екен ғой. Мына астауды орнынан қозғауға бір жігіттің күші жететін емес. Бірақ жас кезінде талай шу асауларды жалынан тұқырта ұстап, үстіне қарғып мініп бас білдірген, артқы аяғын қақпан қауып қасына жанды беттетпей аласұрып арпалысқан арланың аузына шүберекке оралған, сол қолын көмейлете тығып, оң қолмен дәл тұмсықтан пері ұрып сұлатқан Жәнібек Шоқан емес пе бұл? Сол қажыр қайрат алапат күш бойында әлі қызғыз қайнап тұрмаса да сарқыла қоймаған сияқты. Ия Алла, сыналатын жерге келген екем, ендеше қыз көрсін күшімді деген ойға табан тіреп, астаудың бір жағын көтеріп, тігіне тікейтіп, әуіп деп серіппедей қимылдап, тас астауды сол иығына салып жүріп кетеді. Ауылдағы 2-3 еркек жабылып әрең қозғайтын дүниені жалғыз өзі көтеріп кеткені ме?
Анадан бір туған еркек екен деп таңданған қыз көз алмай қарап қалады. Жәнібек Шоқан ертеңіне дәл кешегідей тас астауды иығына салып көтеріп алып келіп орнына қойғаннан кейін, құдық басында тұрған қызға жақындап барып, аман есендік сұрағаннан кейін: «Тас астауды бергеніңе рахмет. Менің саған тағы бір бұйымтай айтқым келіп тұр» деп сөз бастады. «Айта бер бұйымыңды, шаруаң менен бітетін болса көрерміз» деді қыз тік қарап тұрып. Жәнібек Шоқан қызбен сөзі жараса бастаған байқатты. «Сен маған күйеуге тиесің бе?» деп сөзді тікесінен қайырды. «Ата салтымен құда түсіп барсаңыз, әке шешем рұқсат берсе тием» деді қыз. Жәнібек Шоқанға керек осы сөз еді. Әркілместен құда түсіп қыздың төркін айтқан қалың малды, жасы 2-ден аспаған бәрінің түсі аппақ 100 саулық қой, бір түстен 2 жастағы 20 жылқы, 3 жасқа толмаған 15 сауын сиыр, айыр өркөш пен 10 бас жас нар түйе беріп қызға үйленді. Тоты Жәнібек Шоқанның шаңырағына eğilіп түсуден ардақ бәйбішенің айтқан ақылын бұлжытпай орындайтын тәрбие ибалылығымен әулетке сіңімді, ауылға сыйлы әйел болды. Әкеден жалғыз қалған Жәнібек Шоқанға Құдай берудей берді. Ол 4 әйелінен 8 ұл сүйді. Олардың кішкентайы Тотыдан Қоянбай, Қармыс есімді 2 ұл өмірге келді. Балаларын үйлендіріп, ата салтпен бөлектеп отауларын тігіп, еншілерін аямай берді. Олдар мен немерелерінің қамын ойлап, оларды алғаш ауыл молдасына беріп хат танытып, одан әрі алыс жақын жерлердегі осы қалай дейтін медреселерді оқытты. Олардың арасында үлкен ұлы Құдайбергеннен көрген бір немересі Төлей Бұхарда 7 жыл озат оқып, Ишан деген шатырхат алып елге келіп, 1878 жылы Маңғыстаудағы Қаражар ауылында өз күшімен мешіт салып, балаларды оқытуға бет бұрды. Шүкір, атақты Абдолла Хазірет Төлейдің мешітінде бала тәрбиелеп жүр. Сәл өзегін өртейтін тұсы, осы Төлейдің 2 баласы Бұхарада оқу жолында жүріп қайтыс болғаны. Қалғандар шүкір аман. Жәнібек Шоқан ұлы сәске кезінде атқа отырып, желе жортып жайылымға бет түседі. Өткен күндердің елесінен арылып жеңілдеуді ойлаған. Елдің Шоқанның 4 түлік малынан жер қайысат деп таңдай қағып әңгімелейтіні бар. Шапқан аттың тұяға талатын аумақты жайлаған 4 түліктің мыңғырып өскен анық. Санынан өзге түгілі Жәнібек Шоқанның өзі жаңылады. Бұрын мал жайлауын аралап мыңғырған 4 түлікті көргенде көңілі өсіп қалушы еді. Бұл ретте жайлау толы малға көңілі селт етпеді. Бойын бір зіл батпан жүк басып тұрғандай. Осымен ауырып қалдым ба деген ой басына келген. Жәнібек Шоқан аттың басын ауылға бұрды. Үйіне келуден төсек салдырып жатып еді. Сол екен, төсектен қайтып тұра алмады. Жәнібек Шоқанның әу баста мінезі салмақты, артық әңгімеге жоқ, өсек аяң айтып ауылды дүрліктіретіндерді жылдам сабасына түсіретін істің адам еді. Төңірегіне жиылып шаруасын атқарып жүрген жандардың еңбегін бағалауға келгенде әділдігін ел жыр қылып айтатын. Бұл аздай ауылдағы жоқ жітік, жетім жесірге жыл сайын малдан зекет беруді қаза қылған емес. Ата-бабаларға арнап ас садақа беріп, Құран шығартқанда мырзалығы өз алдына бір төбе. Ондай кезде де садақасынан тұрмысы төмен үйлерге үлес беріп, бір жарылқап тастайтын. Жұрт Жәнібек Шоқанның болмысы әкесі Кенітбай марқұмнан аумай қалған, сол кісінің өзіндей болып, ауылға пана болып жүр ғой деп сүйсінетін. Осылайша ауыл аймаққа пана болған адамның төсек тартып жатып қалған туралы хабар төңірекке тез таралып, Жәнібек Шоқанның көңілін сұрауға келушілер жиіледі. Бір күні мол пішілген сом денелі бітәлі кіріп, төрде құс төсектің үстінде жатқан Жәнібек Шоқан қарап тұрды. Ек көзінен аққан жасты көрсетпейін дегендей теріс айналып шыға жөнелді. Жәнібек Шоқанның қанша адам келіп кеткенде селт етпеген жүрегі сол кезде атқақтап өзгеше сезімге бөленді. Бітәлі Шоқанның жұмысшы малшылардың үстінен қарайтын ең сенімді адам. Әттең тілі жоқ мылқа болғанымен жан дүниесі таза, ары адал, ісіне мықты жан. Осындай болмысымен Жәнібек Шоқанның сеніміне ие болған кісі. Бітәліде ерекше жаратылған мүше оның 2 көзі еді. Тіке қараған кезде кез келген адамның өңмен тесіп жібере жаздайтын. Сондықтан ауыл адамдарының көпшілігі Бітәлінің беті әрі деп, Бітәлімен кездесуден қатты қорқатын. Ауылда оны адалдығы үшін баласындай жақсы көріп, жанына жақын тартатын жалғыз Жәнібек Шоқан. Сондықтан өзі ажалмен айқасып жатса да, мен өмірден озғаннан кейін бұл сорлының күні не болмақ деп қатты қиналатын жөні бар. Сырқаты әбден меңдеп, халі нашарлап жатқан Жәнібек Шоқан
Бітәлі кетуден қасына балаларын шақырып алды. Балалар түгел жиылғаннан кейін басын көтеріп ақтық сөзін бастады. Өмір серуен, адамдар керуен. Менің керуенімнің тоқтайтын уақыты таяды. Өмірге өкпем жоқ. Әкеден жалғыз болып қалып ем. Қазір Құдай беріп 8 ұл 32 немере шөбере көрдім. Әкелік парызыма сай сендерге бөлік отау тігіп, еншілеріңді бөліп бердім. Оқып сауаттарыңды аштыңдар. Пендеден аларым да берерім де жоқ. Бұл Алланың менің маңдайыма жазған бақытты тағдыры, жаратқанға үзбей жасаған құлшылығымның қайтарымы деп ойлаймын. Сендер де ақыретті естеріңнен шығармаңдар. Бұл тек ораза ұстап намаз оқу дегенім емес. Ораза, намаз әрбір мұсылманға парыз екенін біліп отырсыңдар. Аллаға жақын болу үшін бұдан да жауапты міндеттер бар. Айтайын, адал, әділ болыңдар. Қиянат жасап кісінің ақын жемеңдер. Мақтанға берілмей өтіріктен аулақ жүріңдер. Пітір, зекет, садақа беруді ұмытпаңдар. Елден батадан өзге нәрсе дәме етпеңдер. Мен өзім дәл осылай өмір сүрдім. Бұл әкемнің аталарының салып кеткен жолы. Бұл жолдан тайған күні Құдайдың қаһарына тап боласыңдар. Жәнібек Шоқан енді үлкен ұлы Құдайбергенге назарын аударып, сөзін тағы жалғастырды. Мен өмірден өткеннен кейін ауылдың тізгінін сен ұстайсың. Күрделі мәселені туыстарыңмен ортаға салып шешкенің жөн. Және де саған арнап айтарым бар. Тыңда. Бұрыннан құлақтарыңа құйылған болса да қайталап айтам. Түйе 200 бастан асса, зекетке 3 жасар 4 түйе, сиыр 120 бастан асса 2 жасар 3 сиыр немесе жасқа толған 4 тай өгіз, 40 бас жылқыдан асса 1 жылқы. 500 бас қойдан 5 қой беру міндетті. Зекетке атаған малдарының дені сау күтіп бағылған болу керек. Зекетті тұрмысы нашар, әл-ауқат төмен, жарлы жақыбай, жетім жесірлерге жеткізіп берген жөн. Сосын тағы айтарым бар, құлақ салыңдар. Менің 1 жылдық кәдем өткеннен кейін елдің дәстүрі бойынша ас берулерің керек. Сол аста тök ысырапқа бой алдырып, дарақылық, шашпалық жасап жүрме. Дүниені бұрқыратып шашқаннан жер қойында жатқан маған тиетін түк пайдасы жоқ. Тірілердің несібесін жерге ұшырғаның болады. Сосын сол аста ат шабыстың бәйгесіне Бітәлі құлды түк деген ұсыныс айтылады. Осы ұсынысқа сені көндіруге барын салады. Маған да айтқандар болды. Мен көнбедім. Сен де көнбе. Өйткені тілі жоқ әрі құл демесең, Бітәліде тылсым қасиет бар. Ерекше жаратылған пенде. Дәулетіміздің ұйытқысы Бітәлі, ол әулетіміздің ортасында жүргенде құтымыз қашпайды. Жәнібек Шоқан сәл тыныстап, әке аманатын үнсіз тыңдап отырған балаларына шолып қаратты. Осымен мен айтатынымды айттым. Сендер не айтасыңдар деді. Ешкім үн қатпады. Бұрын бүйтіп төгіліп ақтарылып көп сөйлемейтін әкенің бұл қылығы барлығын ойландырған сыңайлы. Ендеше Құдайберген қасымда қалсын, басқаларына рұқсат деді. Балалары қаздай тізіліп шығып кеткеннен кейін Құдайбергенге қарап: сен тұңғышымсың. Мен де анаң ардақты сені бетіңнен қақпай еркелетіп еркін өсірдік. Содан бекен ой тереңіне бойламай қыз балыққа бой алдыратыныңды байқадым. Осы мінезіңнен құтыл. Салмақты, сабырлы бол. Ең бастысы Бітәліні бәйгеге тікпеймін деп маған уәде бер. Сосын маған берген уәдеңді ұмытып, бұзушы болма. Бітәліні бәйгеге тіксең, әулеттен, ауылдан ынтымақ бірлік кетеді, несібең ортаяды. Бітәлінің қарғысына қалып, киесіне ұшыраған күннен оңбайсың деді. Бұл жолы дауысы салмақты шықты. Әке аманатыңа адал болым, айтқаныңды орындайым, уәдемді орындайым деді Құдайберген. Ендеше жұмыстарыңмен айналыс деді Жәнібек Шоқан. Құдайберген есіктен аттай берген сәтте 83 жастағы қарт әке Жәнібек Шоқанның демі үзілді. Ауылда айрандай ұйытып отырған азаматтың қазасы көпшіліктің қабырғасын қайыстырып кетті. Бұл 1883 жылдың қоңыр күзі ауылдың Шұңқыр көлдегі жайлауда отырған кез еді. 1884 жыл қоңыр күз. Шұңқыр көлде отырған Құдайбергеннің ауылы абыр-сабыр болып жатыр. Көл жанындағы алаңқайға тігілген 50-ден аса ақ боз үйдің төңірегінде адам қарасы мол. Бұлар Жәнібек Шоқанға арналған асқа жиылған қонақтар. Ат сейістері ауылдан алыстау жерге барып, тұлпарларының бабын жасауда. Ақбоз үйлерде ақындардың шабытты үндерімен әншілердің әуелете шырқаған әсем әуендері қалықтайды. Жаттығу жасап күреске әзірленіп жүрген палуандардың тобы да қомақты. Жәнібек Шоқан алда сүйген пенде екен.
Жаназасына ат тұяғы жететін жердегі ауылдардан келген кісілерде есеп болмады. Асқа келушілер одан да асып түсті дейді ауылдың қонақ күтіп жүрген азаматтары бастар біріккен кезде. Тағы бір үйде Құдайбергенді ортаға алып дуылдатып кеңес құрған топтың әңгімесі қызу жүріп жатыр. Жәнібек Шоқанның ақтық сөзі келгені дәл байқалды. Ол кісіні көзі тірісінде айтқанына көндіре алмаған адамдар енді қалайда Құдайбергенді көндіруге бел байлаған секілді. Қыңырайма, айтқан тыңда. Бітәліні тік бәйгеге, ертең аламан бәйгеде менің атым озып келсе, бітәліні мен алам. Сенің атың озып келсе, саған бәйге атыма қосы тағы 2 ат берем дейді, көндіруге бел байлаған топтың жас үлкені өзеуреп сөйлеп. Басқа құлдың бәрін сұра, берем, бірақ бітәліні бере алмайым дейді Құдайберген қиналып отырып. Әңгіме қызған сайын Құдайбергеннің көз алдынан әкесі кетпей тұрып алғандай. Есікте құл төрде төбедей болып отырған әкеңнен артық па деді өзеуреген топтан тағы бір кісі екілене сөйлеп. Мына сөз Құдайбергеннің амалын құртты. Сөйтіп бәйгеге бітәліні тігуге амалсыз көнді. Аламан бәйгеде аты озып келген топ мылқау бітәлі құлды әрең ұстап, қатты есілген қыл арқанмен арбаға байлап матап жолға түсті. Сол кезде бітәлі күңіреніп зарлады дейсің. Зарлы дауыс астың қызығының барлығын тұмшалап, шұңқыр көлдің жағасында өскен ну қамыс қоғадай жапырылып, көлдің суын дірілдеткендей көңілсіз күй орнатты. Осы кезде Құдайберген жер оқыс теңселіп, қабірдегі әкесі бұған оқты көзбен бір қарап, сұп-суық болып теріс қарап жатып алған көргендей мазасыз бір халге тап болды. Сол екен көңіл күйі көтерілмей есесіне нашарлай бастады. Ең ауыры інілерінің тек інілер емес, шөменнен тараған ұрпақтардың Құдайбергенге ренжіп, енді мұның сөзін тыңдамай бытырап көшуі жанына қатты батты. Бұл да аздай, сол жылы қыс әдеттегідей қатты болып, Құдайбергеннің ауылының 4 түлік малы жұтқа ұрынды. Келі құл бітәлінің қарғыс айрандай үйіп отырған ауылдың осылай әп-сәтте тоз-тозын шығарғанын құйма-құлақ кісілер әлі ұмытқан жоқ. Бұл деректі әңгімені әкемнің тірі кезінде әлденеше рет ағайын тумалардың арасында айтып отырғаны бала күнімде маған әсер еткен. Бұл әңгімені кейін қолыма қалам ұстап мақала әңгіме жаза бастағанда Ақтөбе облысында тұратын Қуаныш ағамыздан сұрап анық қанығына жеткем. Қуаныш ағам 80 жастан асқан, бұрын мектепте ұстаз болып жұмыс жасаған. Осылайша әулет тарихындағы ерекше оқиғаны әңгіме ретінде қысқаша қағазға түсірдім. Мақсатым әке аманатын орындауды, қарғыс алмай алғыс алуды өз кезегімде ұрпақтарға өсиет еткім келген еді.